Әйел адамдардың мінезін білуге арналған психологиялық тест. Серуенге қандай аяқ киім киіп шығатын едіңіз деп аталады. Экранда көрсетілген 6 түрлі аяқ киімнің бірін таңдап, өз нұсқаңызды пікір алаңына жазып кетіңіз. Бірінші нұсқа. Сіз кемел тұлға болуға ұмтыласыз. Аздаған тәкаппарлығыңыз да бар. Адамдармен қарым-қатынас жасауыңыз өте қиын. Кейде мінезіңізді өзіңізді түсінбей жатасыз. Жұмысты жан тәніңізбен беріліп істейсіз. Адамзатқа ортақ мүдде үшін қызмет жасағыңыз келеді. Біреулерге бірінші болып тиіспейсіз, бірақ тиіскенді оңдырмайсыз. Махаббат атаулы құдіретті сезімнің алдында бас иесіз. Сіздің еңбегіңізге шынайы бағасын беретін жандар өте аз. Осы айтылмыш нұсқа сіздің мінезіңізбен дәл келді ма? Оны да жазып кетіңіз. Екінші нұсқа. Өзгелерді қамқорлыққа алуды жақсы көретін, жауапкершілігі мол адамсыз. Мінезіңізде жайдарлы, адамдардың сеніміне оңай ие боласыз. Жылдам қозғалып, әрдайым көтеріңкі көңіл күймен жүресіз. Әңгімемен соңғы жаңалықтарды айтудың шеберісіз. Үшінші нұсқа. Ойшыл адамсыз. Бұл өмірдегі басты құралыңыз ойлау қабілетіңіз бен жаңа идеялар. Тыныштықта жатып ойланғанды жақсы көресіз. Білімге құмар жандармен тез тіл табысасыз. Өзімшілдіктен аулақсыз. Адамгершілік жайында көп ойланасыз. Тіпті уақытыңызды артық шығындайсыз деуге де болады. Дұрыс жолдан адаспау үшін бүкіл адамзатқа қарсы тұруға дайынсыз. Төртінші. Жер бетінде сіз секілді адамдар өте сирек кездеседі. Өзіңізге ұқсайтын жандарды табу да қиын. Көп жағдайда өз ойыңызды жеткізе алмай қиналасыз. Сізге жеке кеңестік қажет. Шығармашылығыңызды ешкімнің пікіріне қарамастан дамыта түсуге тиіссіз. Ақ пен қараны дұрыс ажырата білесіз. Өте сезімталсыз. Айналадағының барлығын жүрегіңізге жақын қабылдайсыз. Бесінші нұсқа. Сіз тәуелсіз тұлғасыз. Ешкімнің қолына қарап жалтақтамайсыз. Барлығын өзім жасаймын деген өмірлік ұстанымыңыз бар. Өз күшіңізге ғана сенесіз. Бұл өмірде не қалайтыныңызды, қандай мақсаттарға ұмтылатыныңызды жақсы білесіз. Ал айналаңыздағы адамдардан сізге адал болуын талап етесіз. Сіз тәтті өтірікке қарағанда ащы шындықтың дәмін татуға әзірсіз. Алтыншы соңғы нұсқа. Адамдармен қарым-қатынасқа оңай түсесіз. Достарыңыз көп әрі оларға әрдайым көмектесуге дайын тұрасыз. Адамдар сіздің жаныңызда болғаныңызды ұнатады. Сіз күн сайын жақсы бола түсудің амалын ойластырасыз. Айналадағылар үшін қызықты болғыңыз келеді. Өзгелердің махаббатына бөленуді жақсы көресіз. Сізді жақсы көрмейтін жандарды да қамқорлығыңызға алуға дайынсыз. Ендеше бұл психологиялық тесттердің нұсқалары сіздердің мінез құлықтарыңызбен сай келді ма? Оны комментарийға жазып, егер ақпаратымыз пайдалы болса, басқалармен бөлісуді де ұмытпаңыз.